Ал енді Асқар аға, мына осы бүгін 15 желтоқсан, ертең 16 күні мейрам, тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл деп тойлайын деп жатырмыз. Мейрам ғой енді. Осы 30 жыл тәуелсіздік ішінде біз мемлекет ретінде қандай жетістіктерге жеттік? Соны айта кетсеңіз. Енді мемлекет мына экономика жағы болады мемлекеттің, и рухани жетістігі болады. Енді біз 30 жылда жаңағы Астана салып алдық, Астанамызды Алматыдан Астанаға көшірдік деп жүрміз. Ұлттық валютамыз теңгені шығардық деп мақтанамыз биліктегілер. Шекарамызды бекіттік, ешқақта шекараны болмаған еді қазақтың. Ана Путин сияқты Европа, Ресейдің шовинист депутаттары қазақ мемлекеттілігі болмағаны осында елбасы Назарбаев қана мемлекетті қалпына келтірді деп сондай бір қисынға келмейтін әңгімелерді айтып жүр. Қазақ мемлекетінің шындығын айтатын болсақ, қазақ мемлекеттігі анау қазақ атамнан біздің қазақ тарихында 3,5 жыл болды. Ол енді үлкен әңгіме ғой. Ал енді экономика жетістігімізді айтайық. Экономикада қандай жетістікке жеттік? Әрбір мемлекеттің экономикасының жетістігі оның ұлттық валютасы. Ұлттық валюта теңге шыққан кезде $1 4 теңге болған. Қазір қанша болды? 440-қа барып, 435-ке келіп түсті. Бұл ұлттық валютаның көрсеткіші ұлттың экономикасының өте нашар болғанын көрсетіп тұр. Екінші мәселе, біздің шетелдерге қарызымыз $166 миллиард асып кеткен. Әр адамға шаққанда $9,500 қарызы болады. Ол инвестицияны айтпағаны өзінде. Қазақстан экономикасы алынған. Сонда не деген сөз? Біз байлықтың үстінде отырып, қарызға белшесінен батып отырған елдің біріміз. Бұл да экономиканың өте нашар төмен түсіп кеткен. Онан кейін қазіргі енді бағаның қымбаттаушылығы. Бәрі қымбаттап жатыр, көріп отырсыздар. Халықтың тұрмысы нашарлап. Бұл деген экономиканың өте нашарлағаны түрі. Ал енді рухани жетістігімізге келейік. Рухани салада қандай жетістікке жеттік? Жетістігіміз шамалы болып тұр. Баяғы Ресей заманында Ресей империалистері біздің шовинистік бағытты жазып берген 550 жылдық тарихтан біз әлі асқан жоқ. Ұлттық қазақтың өзінің 3,5 жылдық тарихы жазылған жоқ. Оны орыстар, басқа бір елдер айтып жүр, қазақ тарихы. Ана Екатерина айтпайды, қазақ өз тарихын білсе, дүниені басып алады деп. Бұл дүниені басып алғанымыз болған кезінде, бірақ соны біз білмейміз ғой. Біз ол тарихты мұрнымызда сезбейді. Біздің тарихшылар ол жағынан бұл біздің тарихшылардың бәрін кеңес үкіметі оқытқан. Біздің қазақтың тарихын жоқ қылып көрсетіп, сол тарихты оқытып жатырмыз. Оның кейін үлкен мәселе ұлттық идеология жоқ. Ұлттық идеологиясы болмаған елдер не болды мысалы? Кеше қалмақ елі. Біздің өзіміз Ресейдегі мысалы өзіміздің мына Чуваш, Удмурт деген елдер бәрі орыстанып кетті ғой. Сібір халықтар қайда кетті? Хакастар қайда кетті? Аты қалды, заты жоқ. Ұлттық идеология жоқ. Ассимиляцияға ұшырады ғой. Ассимиляцияға орыстанып кетті. Орыстандырып кетті. Анау қазақтар. Өйткені тіл жоқ, діл жоқ. Діл жоқ. Өзінің ұлттық тарих жоқ. Ұлтты алдыға бастайтын серкелері жоқ. Ұлттық интеллигенциясы жоқ. Интеллигенциясы нашар. Мысалы қазақтардың басшыларының бәрін атаман. Оның үстіне ол жақтың саясаты да солай болып жатыр ғой. Барлығы орыстандырып, орыс тілді мектептер. Олардың мектептің бәрін жойды. Мысалы Қытайда сол сияқты істеп жатыр қазір. Аз ұлттардың мектептері де жоқ қой, Ресейде былай қарап отырсаң. Ол мысалы Ресейдегі ұлттық мектептер бәрін жауып орыстандырып жіберді. Қытайда солай істейді. Қытайдың солтүстік қорғандан жоғарғы түрік халықтарының атауын қазақтардың баяғы. Қазақтардың, оғыздардың, ұйғырлардың атағанысы. Ол жердегі халықтың бәрі Қытай болып кетті. Енді аузын салып бері Қашқариядағы қазақ пен ұйғыр қырғыз ортайын деп отыр Қытайлар. Ал біздің үкімет оған аузында ашамайды. Көріп отырсыздар. Ол жерде де ұлттық мектептердің бәрін жауып жатыр. Қытайландырып жатыр. Қытай тілін оқытып жатыр. Ол да жаңағы ассимиляцияға түсіру. Зорлап, күштеп. Мына Совет үкіметі сөйтті ғой біздің. Қазақстанда Алматыда бір қазақ мектебі болған жоқ, білесің. Кейіннен 12-ші мектеп болған Алматыда. Оны жауып тастады ғой. 40-ші мектепте де 12-ші интернатқа жіберді. Димаш атамыздың кезінде қатты орыстандыру жүрді. Енді ол жүрді енді. Димаш атамыздың ол енді саясат солай болды ғой. Саясат солай болғанда біле ойлап қарасаң, біздің қазақтан басқа елдердің бәрі қазақ өз тілін ұмытпаған екен ғой. Мына Алматы қаласында мысалға да қазақтар жолатпаған ғой Алматы қаласына. Прописка отырғызбаған. Кіргізбеген.
мөлтек аудандар бар ғой, орбита деген сияқты, кілең жаңағы қазақ ұлтынан басқасының бәріне пәтер беріп, жаңағы Алматының маңайына Горный гигант деген жерлерге басқа ұлттарды қоныстандырды деген қазақтар жолатпаған не себепті? Ол да бір саясат деп ойлайсыз ғой? Ол орыстандыру саясаты. Орыстандыру саясаты, шовинистік бағыт. Қазақтың бәрі ауылда жаңағы қараңғы күйінде қалсын, сол ауылда малын бағып жүре берсін. Колхозда жұмыс істесін деген әңгіме ғой. Трактор айдасын, мал бақсын, қой бағып жүре берсін, оларға ғылым білімнен ашпасын деп. Сол саясат қой. Сол саясаттың зардабын әлі күнге шейін біз зардабын шегіп келе жатқан сияқтымыз. Себебі байқасаңыз, қазақ тілді қоғам қазір бір жақсы лауазымға, жақсы жұмыстарға орналасу қиын да. Бәрін орыс тілді қоғам. Орыс тілді қазақтардың өзі соған кірген дейсің ғой. Өйткені олар қалада өскен, әкелері қызмет істеген кезінде орысша оқыған. Партия кезінде. Жоғарғы жақсы оқулар оқу орындарында да оқыған. Солай болып тұр ғой енді. Ал енді біз қазіргі тілімізді айтайық. Қазақ тілінің өзін айтқан жігіттердің қазақтың ұлттық патриоттарын қудалау деген бұл үкіметтің барып тұрған ақымақтың ісі. Орыстың артынан еру деген сөз бұл айтқанда. Орыстың айтқанын істеу деген сөз. Орыстар бәрін аңдып отыр. Ана жігіттер ресейге кіргізбейсін деп айтты. Біз қазақтар қолдауымыз керек. Тіл майданының қазақ тіл білмеген қазақтарды. Қуат Ахметов айтып отырсың. Қуат Ахметов ресейге кірмесін, 50 жыл кірмесін деп айтты. Сөйтті ма? Сондай несі бар. Өйткені орыстар бәрін аңдып отыр. Заң қабылдады сондай. Заң ба жаңағы? Қаулы шығарды ғой. 50 жыл кірмесін деп. Әзірбайжанның бір елшісі бар. Сосын жаңа біздің қазақтың жаңа белсендісі Қуат Ахметов екеуін 50 жылға кіргізбеуге қаулы шығарды ғой жаңа. Сөйтті ма? Естідім, соны 50 жыл екен. Рахмет.